Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге менің алдыңғы видеомның комментарийда көбісі жазған екен, БЖБ, ТЖБ жауаптарын қайдан алуға болады, немесе бар ма деген сияқты. Енді бүгін мен сіздерге 5-ші сынып пен 11-ші сынып аралығындағы БЖБ, ТЖБ алынатын пәндердің жауаптарын қайдан алуға болатынын көрсетейін деп отырмын. Осы видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, керекті ақпараттарды алып отырсаңыздар болады. Олай болса, сіздер Telegram каналына кіргеннен кейін поискқа тура мынадай етіп жазасыз. Ағылшынша міне тура осылай етіп жазасыз. Және міне ол бірінші болып шығып тұр. Міне. Осы каналға кіресіз. Осы жерге кіргеннен кейін мынау тұрған сілтеменің үстінен басып кіресіз. Міне тұр ол. Осы сілтемені басып кірсеңіз, міне БЖБ, ТЖБ шығады. Өзіңізге қажеттісін таңдайсыз. Міне 1-ші тоқсаннан 4-ші тоқсанға дейін сізге қайсы тоқсан керек, сол тоқсанды таңдайсыз. Мысалы, қазір 3-ші тоқсан. Міне сыныптар 5-тен 11-ге дейінгі сыныптар. Енді кез келген өзіңізге қажетті сыныпты таңдайсыз. Мысалы, мен 7-ші сыныпты таңдайын. Бұл жерде міне бірінші сұрақтар, БЖБ сұрағы, БЖБ, ТЖБ сұрақтар осылай бірінші шығады, жанында соның жауаптары. Бұл алгебра, мынау ағылшыннан. Міне сұрағы, жауабы. Келесі пән, биология. Міне жаймен деп ашылып жатыр. Сұрағы, жанында жауабы. Осылай өзіңізге қажетті пәнді ашып көріп, осылай жауаптарын көре аласыздар. Міне, география. Бұларды жаймен деп ашылып жатыр. Міне, география мынау сұрақтары, жанында жауабы ашылып жатыр. Менде қазір интернет жақсы ұстамай тұр, сондықтан жай ашылып жатыр. Мынау геометрия. Міне сұрақтары, жанында жауаптары. 7-ші сыныптың қай пәндерінен БЖБ, ТЖБ алынады, сол пәндердің барлығының сұрағы мен жауабы осылай дайын шығады. Мынау Қазақстан тарихы, қазақ тілі, бұл да жаймен деп ашылып жатыр. Осылай өзіңізге қажетті пәндігін ашып, қарап, көре аласыздар. Міне, өте оңай. Сіздерге пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.